Сәлем достар, мак қосылған орама жасайтын боламыз. Оған керекті заттар 100 грамм мак, 2 ас қасық секер және де 200 грамм сүт. Осы қоспаны баяу отқа қоямыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын екіге бөліп аламыз. Мына жерде 2 сары шығып таңғалып жатырмыз. Баяу отқа қойған макты 5 минут қайнатып, оттан түсіріп, жылығаннан кейін жұмыртқаның ағын араластырып, лаваштың үстіне құйып, бір келкі етіп төсеп шығамыз. Одан кейін лавашымызды орап, дайын тұрған протеиннің үстіне қойып, жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градустағы қызып тұрған духовкеге 10 минут қойып пісіріп аламыз. Дайын болған тәттімізді осылай кесіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын, менің каналымда